машинамды сатсам да құтыла алмаймын ғой енді. Тем более сақалдылар екен бар ғой. Жігіттер, машинам бар ғой, қарыз қағам бар ғой. Кеше моторын ашып шыққан едім. Кредиттерім бар, қарызым тола өзім. Квартира тұрам, осымен таксовод етем. Бір айналдырса шыр айналдырады да өзі. Машинан қарыз қалдым дейсің ба? Я қарыз қағам. Қазір тоқташы онда бауырым. Мынаған машинаңды істетесің. Қаған қарызыңды құтыласың. Бастысы басымыз аман ғой бауырым. Рахмет, жігіттер. Абайлап жүр бауырым. Темір ғой, уайымдама. Алла разы болсын сендерге. Кеше ғана уайымдап отыр едік, бүгін қараш, Алланың қалауымен жұмысымызды алға басты. Аллаға сансыз шүкірлер. Бұл жұмысымызда жүріп кетті ғой. Айтпақшы бәке, есіңде ме осы жұмысымыз жүріп кететін болса, пайданың алғашқы 10%-ін садақаға берейік деп ниеттенген ақ қой. Как раз міне мен дайындап қойған. Бірақ бұны кімге береміз? Кімге дейсің ба? Давай былай жасайық. Қазір алдымыздан шыққан бірінші мұқтаж жанға берейік те. Сөйтейік онда, Алланың өзі береді.